Қазақстандықтардың басым бөлігі Ресей насихатының ықпалына ұшыраған. Әлеуметтік сауалнама жүргізген Демаскоп бюросы осындай байламға келіпті. Оған қатысқан отандастардың 40%-ға жуығы қарулы қақтығыста Ресейді қолдайтынын ашық айтқан. Одан қалды 70%-ы Ресеймен серіктестікті нығайта түсу керек деген ойда екен. Тек 10%-ы Еуразиялық одақ, ОДКБ сынды интеграциялық ұйымдардан шығу керек деп санайды. Тағы бір қызықты мәлімет, 16% мұндай қарулы қақтығыс Ресей мен Қазақстан арасында да болуы мүмкін десе, 65%-ы Украинаның кебін кимейтінімізге сенімді. Сонымен алаңдауға негіз бар ма? Саят Ермек баяндайды. Кадры решают не все. Россию назначили виновной в расправе над жителями города Буча, не дожидаясь итогов расследования. Попытки Запада отменить Россию, разорить граждан, уничтожить экономику бесперспективны. Соғыс емес, арнайы операция, басып алу емес, азат ету. Ресей-Украина қақтығысы басталғалы әркімнің өз шындығы бар деген фраза жаңа деңгейге шыққандай. Көршелдегі насихат, зауыттағы станок іспетті қалтқысыз жұмыс істеп тұр. Ресейлік пропаганданың ықпалына қазақстандықтар да түсіп жатыр дейді Демаскоп бюросы. Тәуелсіз сауалнамаға ел бойынша 1100 адам қатысқан. Сөйтіп, Украинада не болып жатыр деген сұраққа 36%-ы арнайы операция деп жауап беріпті. 13%-ы соғыс деген пікірде. Респонденттердің 39%-ы Ресейді жақтаған, жартысына жуығы бейтарап позиция ұстанса, небәрі 10%-і Украинаны қолдапты. Проблема в том, что мы запускаем российское медиа на свою территорию. Мәселе мынада. Ресейлік медиа Қазақстанда емін-еркін көрсетіледі. Біздің азаматтар Соловьевті тыңдайды, Песковты тыңдайды. Бізге мұны тыю керек сияқты. Мысалы, Өзбекстанда ресейлік арналардың үлесі өте аз, ал Қазақстанда көп. Бір қызығы, жауап бергендердің 23%-ы Украинаға қатысты жаңалықтарды Ресейдің ақпарат көздерінен біледі екен. 39%-ы қазақстандық бақты таңдаған. Ал Украина мен батыс медиасының үлесі тым мардымсыз, 2 және 1%. Зерттеу авторлары Ақорда мен отандық ақпарат құралдарының риторикасы әлсіз дейді. Ал мұны Ресей ұтымды пайдаланып отыр. Мәжілісмен Қазбек Исаның пікірінше қазір кімнің дауысы қатты шықса, жұрт соған сенеді. Бұл идеологияның әлсіздігі. Әлсіздігі емес, бізде ұлттық идеологияның жоқтығы, 30 жыл жұмыс істемегендігі. Ал ұлттық идеология неден басталады? Мемлекеттік тілден басталады. Мемлекеттік тіл демекші, сауалнамаға қатысқан қазақстандықтардың тек 23%-ы қазақ тілінде жауап берген, 77%-і орысша. Алайда олардың бәрі орыс деп топшылау дұрыс емес дейді зерттеу авторлары. Яки арасында қазақтар да өзге этностар да бар. Тек тілдік фактордың әсерін жоққа шығаруға болмас. Өйткені орысша жауап бергендердің арасында Ресейді жақтағандардың үлесі басымырақ. Неден сусындаса соның жемісі болады ғой. Олар орыс тілінде сусындап отыр, Ресей ақпаратынан сусындап отыр, сондықтан соның жемісін көрсетіп отыр, соларды қолдап отыр. Бізге Ресейдің ақпараттық саясатын тоқтату керек, шұғыл бізге. Өйткені жаңа өгізге туған күн бұзауға да туады дейді ертең. Сауалнамадағы тағы бір сұрақ, қалыптасқан жағдайда Қазақстанға не істеу керек? 39%-ы бейтарап қала берейік деген. Ресейді қолдауымыз керек дегендердің де үлесі аз емес, 36%. 6%-ы ғана Украинаны жақтап, батысқа қарай бет бұру керек деп санайды. Осы орайда 1000 адам қатысқан бұл зерттеудің де насихат емес екеніне кім кепіл? Қанша дегенмен ақпараттық майдан мен жаһандану белең алған шақта ешкімнің аузына қақпақ бола алмайсың. Алайда насихат сананы уламас үшін бір ғана ақпарат көзіне қадалып қалмау керек. Қарапайым тілмен айтқанда, Ресейдің де, Қазақстанның да, Украина мен батыстың да медиасын бір шолып ой түйген абзал. Саят Ермек, Марат Бейісов, Атамекен бизнес.